Ассалаумағалейкум, жаны жайсаң, құрметті жақсылар. Байыпты, байсалды бабаларымыздан қалған өнегелі сөз. Бүгінгі тақырыбымыз кішігірім үйдің берекесі туралы болмақ. Үйдің берекесі, ғалымдар айтады, үйдің берекесі бұл салихалы әйел дейді. Сондықтан да баршаларыңыздың отбасыңызда өсіп жатқан нәзік жанды ханшайымдардың барлығы салихалы жандардың бірі болсын. Ол бақытты боламын емес, бақытты етемін деген шашы қиылған, қастары қиылған, шашы жиылған өзіміздің қарагөз қарындастарымыз аман болсын. Баршасына басымыз дейміз. Соның негізінде әйелдің сұлу бола ма, сұлу болмай ма, ол табиғаттан, алайда әйелдің салихалы және де ақылды болуы бұл міндетті екен. Сондықтан да күйеуіне бойсынатын жақсы жандар көп болсын. Үйіне келген ерін, күйеуін немесе қандай да қонақ келетін болса, оны жақсы күліп күтіп алатын болатын болса, және де оны күліп шығарып салатын болса, келген қонақ және де оның күйеуі үйінен кеткісі келмейтін болса, және де сыртқа шыққаннан кейін үйіне асығып тұратын болса, үйдің берекесі осы емес пе екен. Сондықтан да садақа жасаған кезде 10 есе көп болатынын бізге Құранда Ан'ам сүресінің 160 аятында келеді. Астаузубилля мән жа бил хасанати фалхаху ашру әмсахина деген аят келеді. Оның мағынасы, біреуге жақсылық жасайтын болсаң, саған 10 есе жақсылық болады деген сөз. Ендеше жақсылықты өз отбасымыздан бастасақ, нұр үстіне нұр болады екен. Әйеліңе күліп қарау, әйелің үйіңді тазалау, осының өзі бір кішігірім садақа емес пе екен. Сондықтан садақаларыңыз көп болсын. Құранда Мүъминин сүресінің 10 аятында келеді. Өлген адам бұл жерге тіріліп келген кезде бірінші берілетін нәрсем, өмірім қайтып келді, садақа беретін едім дейді. Неге ол намаз, қаж, зекет деп айтқан жоқ? Ораза деп айтқан жоқ, садақа деді. Садақа бүкіл жамандықты жойып, берекені асыратын жақсы нәрселер екен. Сондықтан да кішігірім садақаларыңыз, үлкен садақаларыңыз қабыл болатын, үйдің берекелі де мерекелі болатын көпшілігі өздеріңізге байланысты екен. Отбасы мәселе болатын болған кезде міндетті түрде сахабалардың өмірінен қарастырамыз. Бір күні Али радиллаху анху үйінде қиыншылық болған кезінде Фатима анамыз радиллаху анха анар жегісі келгенін айтады. Яғни ол жүкті жағдайында. Сөйтіп үйінде шығып кетіп, жұмыс жасап, қиналып, бір анар былай жасырып келеді, былай жасырып келеді. Сол кезде үйіне жақындағанда бір қарт: "Я Али, халиса лиллахи таала, Аллахтың разылығы үшін маған бір жейтін жеміс берші" деген кезінде, беретін болса, ар жақта әйелі Фатима анамыз ренжитін, көңіл күйі түсетінін уайымдайды. Егер де ол Аллахтың разылығы үшін деп айтып тұр, сондықтан соны қимай береді. Үйінде көңіл күйі жоқ, әйелі сонда да жақсы күтіп алып, оны отырғызып, көңіліне қарайды. Сол кезде есігінен есті тықылдайды. Есті тықылдаған кезде Салман Фарси деген парсылық сахаба келгенде, бір беті жабылған себет ішінде ашып қарайтын болса, мынаны 9 үштік, 9 дана анар тұрған болады. Али радиллаху анху айтты: "Бұны кім берді?" дегенде, Наби саллаллаху алейхи вассалам беріп жерді, сіздерге садақа ретінде, Аллахтың разылығы үшін сіздерге беріп жерді деп айтады. Санаса ол жерде 9 болады. Сол кезде: "Я Салман, досым, бұның бір данасы қайда? 10 болу керек еді ғой" деген кезде, Салман Фарси таң қалады. "Сен бұның 10 екенін қаяқтан білдің? Мына анарлар сондай көзіме әдемі болып көрініп кеткеннен, мен біреуін алған едім, кешір мені" деп жасырып қойған анарын берген екен күліп. Сол кезде осы Ан'ам сүресінің 160 аятын Али радиллаху анху айтқан екен. Бір жақсылық жасаған үшін, Аллахтың разылығы үшін, саған 10 есе қайтып келеді екен дейді. Сондықтан да сіз әйеліңізге бір күліп қарайтын болсаңыз, сізге 10 сауаптан жазылып, үйіңіз берекелі, мерекелі
болады екен. Не болса да жақсылықты көретін жақсы жандар болыңыз, жақсылықты қабылдайтын жақсы жүректеріңіз болсын. Сондықтан да адамнан көретін нені көрсеңіз, нені іздесеңіз, соны көресіз. Жақсылықты көретін болыңыз. Жақсылықтың құны алыс болады, ал жамандықтың құны ол жақын болады. Кімге жамандық жасайтын болсаңыз, отбасыңызда береке қашып, ұрыс керіс болады. Сондықтан жақсылық жасау қалай деген кезде құдықтан үлкен шелекті қиналып тартып алған сияқты дейді. Ал жамандық қалай деген кезде сол тартып алған шелекті бір төп суды төккен секілді дейді. Сондықтан да отбасыларыңыз аман, жақсылықтар нәсіп бола берсін иншалла. Бақытты, сау саламатта болыңыздар, самолет болыңыздар. Сәлеммен Әлішер Сапарбекұлы. Ассаламу алейкум.